Қайырлы кеш әріптестер, қазіргі кезде Еуразиялық экономикалық одаққа Қазақстан, Ресей, Армения, Белоруссия мен Қырғызстан елдері кіреді. Келісім күшіне енсе, Ресейде жұмыс істеп жүрген қазақтар дәл сол елдің азаматтарымен иық теңестіріп, зейнетақы алуға қақылы болады. Армения, Белоруссия мен Қырғызстанға нәпақа табуға кеткен тұрғындарымыз да дәл солай зейнетақымен қамтамасыз етілмек. Армағайын, зейнетақымен қамсыздандыру туралы халықаралық келісім тұжырымдамасы 2014 жылы Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің шешімімен мақұлданған болатын. Ал 2015 жылдан бастап Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер Еуразиялық экономикалық комиссиямен бірге келісімнің жобасына кірісті. Құжаттың негізгі мақсаты зейнетақымен қамсыздандыру саласында тең құқықты қамтамасыз ету. Нақтырақ айтсақ, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет зейнетақымен қамсыздандыру саласында өз азаматтарына қандай құқық ұсынса, одаққа мүше басқа елдердің азаматтарына да сондай дәрежеде құқық береді. Ескере кететін бір жайт, альянс құрамындағы елдердің зейнетақы жүйелері көлемі бойынша зейнетақы төлемін кімдердің аударатынына, зейнетақы жасына, қызметкердің жұмыс тәжірибесі мен өзге де жайттарға байланысты әртүрлі болып келеді. Осылайша бүгінгі күні Қазақстан мен Қырғызстандағы еңбек мигранттары үшін зейнетақы жарналары төленбейді. Соның салдарынан өзге елде жұмыс істеген уақыт аралығында шетелдік азаматтар зейнетақы жүйесінен тысқары қалады. Өз кезегінде Белоруссия мен Ресей елдерінің жұмыс берушілері еңбек мигранттарының пайдасына зейнетақы жарналарын аударады. Алайда бұл қаражат өзге мемлекеттің қорында болғандықтан ол ақша экспортталмайды. Шетелдік азаматтар еліне оралғаннан кейін оларды өздерінің зейнетақы төлемдеріне қоса алмайды. Осыған байланысты азаматтардың бұл санаты еңбек өтілі мен зейнетақының бір бөлігінен қағылады. Ал Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер арасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісім жасалса, жағдай түзеле ме? Бұл жөнінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы басқарушы директоры, Нұр-Сұлтан қалалық филиалының директоры Мұрат Шәріповтен сұрап көрейік. Келісім заңды күшіне енгеннен кейін Еуразиялық экономикалық одақта уақытша қызмет атқарып тұрып жатқан азаматтың зейнетақы құқығы қорғалынатын болады. Яғни еңбек мигранты ол сол елдің зейнетақы жүйесі бойынша жарна төлеп, кейіннен ол ақшаны зейнеткерлік жасқа келген кезде алуына мүмкіндік болады. Бірақ та қызметкер өзінің сол елдегі қызметін заңды түрде рәсімдеуі қажет. Мысалы, келісім күшіне енгеннен кейін Ресейде 5 жыл жұмыс істеген Қазақстан азаматының зейнетақы төлемдері қалай рәсімделмек? Бұл азаматтың жұмыс өтілі және жарналары толығымен есептеліп, Ресей мемлекетінің заңнамасы бойынша зейнетақы тағайындаланады. Сол кезде Қазақстан азаматы керекті құжаттарды Ресей зейнетақы қорына немесе Қазақстанның зейнетақы қорына тапсырылады. Егер де банк шоты Ресейде емес Қазақстанда ашылған болса, Ресей зейнетақы қоры Қазақстанның зейнетақы қорына ақшаны 3 айда бір рет төлеп отырады. Кейіннен зейнетақы қоры сол ақшаны салымшыға аударып отырады. Ал егер де Ресей азаматы Қазақстанда жұмыс атқаратын болса, ол кісіге Қазақстан заңымен зейнетақы тағайындалатын болады да, 3 ай сайын Ресейдің зейнетақы қорына ақша аударылып отырады. Кейіннен ол ақша салымшыға берілетін болады. Ортақ келісімнің 5-ші бабына сәйкес қызметкер қайтыс болған жағдайда оның зейнетақысын отбасы мүшесі алуға құқылы. Әлбетте оны рәсімдеу одаққа мүше елдердің заңнамасы бойынша жүргізіледі. Бұған асыраушысынан айырылған адамдарға берілетін әлеуметтік төлем мен мұрагерлерге берілетін бір жолғы төлем кіреді. Тағы да айта кетейік, келісім күші Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерде еңбек шарты немесе азаматтық құқықтық шарт бойынша ресми түрде жұмыс істеген еңбек мигранттарына ғана таралады. Осы шарттардың негізінде одаққа мүше әрбір елдің зейнетақы қоры өзінің ұлттық заңнамасына сай, өз аумағында еңбек еткен азаматқа жинақ ақшасының көлеміне қарай үйлесімді зейнетақы төлейді. Оны алатын азамат одақтың басқа еліне көшіп барған жағдайда да зейнетақысына қол жеткізе алады. Алайда еңбек мигранты заңсыз жұмыс істеген жағдайда ол бұл құқықтан айырылады. Әзірге айтарым осы, келесі кездескенше күн жақсы.